Армысыз әлеумет 24 кезет арнасының жаңа маусымында өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Эфирде түйін хабары, студияда мен Ания Байораз, біз бастаймыз. Білесіз бе, Қазақстанда президент жарлығының өзін қайта қарауға қауқарлы орган бар. Ол конституциялық сот. Заңға қайшы келетін кез келген кілтипан назарынан тыс қалмайды. Құрылғанына 2 жылдан сәл асты. Алайда нақтылай кеткен жөн шығар. Бұл орган бұрында болды. Тек атауы да, функциясы да өзгетін. Мемлекет басшысының бастамасымен конституциялық кеңес, конституциялық сот деп өзгерді. Мақсат азаматтардың құқын қорғауға баса мән беру. Осы аралықта не өзгерді? Халықтың құқығын қаншалықты қорғап жатыр? Статистикаға сенсек, конституциялық сотқа 2 жылдың ішінде 11 мыңнан аса өтініш түскен. 400-ден астам қаулы, заң нормалары, нормативті құқықтық актілер қайта қаралған. Ең қызығы, қолданыстағы заңнаманың 20 құқық нормасы конституцияға сәйкес болмай шыққан. 20 норма. Демек, осындай олқылықтың салдарынан қаншама азаматтың құқығы бұзылып келген. Міне, конституциялық сот заңдағы осындай шикіліктермен күреседі. Мемлекет басшысы бұл орган еліміз үшін маңызды институт екенін айтып, енді азаматтарымыз конституцияға қайшы келетін нормаларды заңсыз деп тану үшін конституциялық сотқа тікелей өздері шағымдана алатынын айтқан еді. Сонымен қатар, бас прокурор және адам құқықтары жөніндегі уәкіл де конституциялық сотқа жүгінуге құқығы бар. Жалпы прокуратура, сот, құқық қорғау органдарының жұмысына қойылатын талап айтарлықтай күшейеді. Конституциялық сот депутаттардың және үкіметтің заң шығарушы жұмысына оң ықпал етеді. Бір сөзбен айтқанда, конституциялық сот адам құқықтарын қорғау жүйесінің басты тірегіне айналады дегені есте. Заңнан ақылды болудың қажеті жоқ. Осындай тәмсіл бар. Себебі тәртіп пен талапқа адам таңдап тартылмайды. Кесім бәріне ортақ. Бірақ жоғарыдағы тіркеске заңнан алданудың да қажеті жоқ дегенді қосқан дұрыс шығар. Әлбетте, конституцияда мін жоқ. Өйткені 7 өлшеп бір кесілген. Халықтың қалауын қанағаттандырған құжат. Бар гәп құқықтық нормативтік актілерге қатысты. Мәселен, бір түйткіл жете зерделенбеуі мүмкін, немесе бәз біреулердің мүддесі басым түсіп, бармақ басты көз қысты әрекетке бармасына кім кепіл? Бізде соның ақ-қарасын ажырататын орган 2 жылдан бері жұмыс істеп жатқанын айттық. Конституциялық сотқа жұртшылықтың бағасы қандай? Кімдер арызданады? Кімдердің мәселесін шеше алады? Нысаналы ығыл осы сұрақтарға жауап іздеп көрді. Адам құқына қылдай қиянат жасалса қорған болатын орган бар. Бұл конституциялық сот. Тәуелсіз әрі шешімі түпкілікті. Мейлі парламент қабылдаған заң, үкіметтің қаулысы тіпті президент жарлығын қайта қарауға қауқарлы. Бастысы ата заң нормаларына қабыспайтын кез келген іске кенедей жабысып кесімін айтады. Заңнамалар білеміз, адаммен жазылғандықтан кейбір кезде қателіктер де болуы мүмкін, немесе әртүрлі бір лоббидің кесірінен заңнамалар қабылданып кетуі мүмкін. Сол кезде азаматтар олар осы заңнамаға шағымдана алады конституциялық сотқа. Мен пікірімше деп конституцияның осындай бабына қайшы келеді. Сол себептен оны заңсыз деп тануыңызды сұраймын дейді. Сөйтіп оны конституциялық сот қарастырады. Конституциялық соттың құрамы үлкен және ол жерде өте мықты мамандар отыр. Аталған орган сот ісіне тікелей араласпайды, бірақ шешіммен келіспеген кісінің көпті көңілін тыңдап, күдігінің ақ-қарасын ажыратып береді. Сондай бір жағдай жуырда неке және отбасы кодексіне байланысты тіркелген. 2 адам айырысқан уақыттан бастап, сот шешімі шығарылғаннан кейін 3 жылдың ішінде жаңа ортақ мүлікті бөлу туралы талап арызымен сотқа жүгінуге құқықты. Сол норманы мысалы конституциялық сот конституцияға сай емес деп 3 жыл мерзімді шектеуді алып тастады. Мынадай да мысал бар. Әр дерек бойынша конституциялық сот қабылдаған шешім екінші мәрте қаралмайды. Яғни басқа органдар солай түзетуге міндетті. Әйел адам күйеуі қайтыс болады, күйеуі тірі кезінде жаңағы христианское хозяйство дейді, сол жерде ол кісінің бір қандай да жері болған. Бірақ ол жер өзінің жеке меншігінде емес. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін мұра түрінде жаңағы жерді алуға мемлекеттік органдар қарсы болған ғой. Осындай заңда көрсетілмеген дегендей. Сонда жер кодексінің жаңағы сол бабына қатысты нормаларын конституциялық сот арқылы
заңсыз деп танылды. Оған да өзгеріс енгізілді. Біздегі конституциялық соттың ерекшелігі азаматтарды жеке қабылдайды. Еуропалық заңгерлерді бұл тәжірибе еріксіз елең еткізген. Азаматтармен қатар құқық органына бас прокурор мен адам құқықтары жөніндегі уәкіл де жүгіне алады. Нысаналы Ғыл, Самат Қазанбаев, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Конституциялық сот әлемнің 70-тен астам елінде жұмыс істеп тұр. Ең алғаш 1920 жылы Австрияда пайда болған жүйе Еуропа елдерінде, Латын Америкасы, Африка және ТМД кеңістігінде кең тараған. Ал ақш, Ирландия секілді мемлекеттерде жоғарғы және конституциялық соттар біріктірілген. Яғни бір судья екі функцияны қатар алып жүреді. Германия федералдық конституциялық соты Қазақстандағы сот жүйесіне ұқсас. Толықтай тәуелсіз, басты міндеті негізгі заңды сақтау және оны насихаттау. Кез келген неміс азаматы өзінің құқығы тапталған жағдайда сотқа жүгінуге құқылы. Сондай-ақ мемлекеттік органдар арасындағы даулы мәселелер шешеді. Соңғы үкімді шығарады. Бұл жүйе мемлекеттегі демократияны сақтауда маңызды рөл атқарады. Ал Францияда конституциялық бақылау функциясын сот емес, конституциялық кеңес атқарады. Бұл орган заң негізінде сайлау құқығы мен президенттің өкілеттігіне байланысты маңызды мәселелерді қарайды. Кеңестің шешімдері мемлекеттік органдар үшін міндетті, алайда кейбір елдердегідей конституцияның сақталуына кепілдік бермейді. Оңтүстік Кореядағы конституциялық соттың ерекшелігі импичмент процесін жүргізу құзыретіне ие, яғни мемлекет басшылар мен жоғары лауазымды тұлғалар заң бұзған жағдайда оның ісін қарап үкім шығаруға құқылы. Биыл сәуірде конституциялық сот президент Юн Сө Гёлге қатысты импичментті заңды деп танып, оны қызметінен босатқан болатын. Бұл елдегі демократияның үстемдігін көрсетеді. Әлемдегі ең прогрессивті конституцияның бірі Оңтүстік Африкадан. Бұл елдің конституциялық соты адам құқықтарын қорғауға басымдық береді. Нәсілдік кемсітушілікке қарсы күрес, әлеуметтік теңдік пен бостандықты қамтамасыз етеді. Саяси қысымға қарамастан тәуелсіз шешім қабылдайды. Африка құрлығында үздік үлгі ретінде мойындалған. Фариза Жанғанаева, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Ал бізде қазір азаматтар заңдарды жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар мен қолданыстағы нормаларды құқықтық тұрғыда түсіндіруді талап етеді. Құқықтық сананың бұлай өсуін құзырлы органды құптап, Әділет министрлігіне әрекет етуге ұсыныс білдірген. Сонымен, маңызды институттың жұмыс істеу механизмі қандай? Құрылым қоғамнан қолдау тапты ма? Бұл органға кім және қалай шағымдан алады? Бүгін Конституциялық сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов студиямызда қонақта. Бақыт Маратұлы, қош келдіңіз. Жаңа маусымда түйін бағдарламасы Конституция күнімен тұспа-тұс келді. Бағдарламаның алғашқы қонағы болғаныңызға көп рахмет. Алдымен өзіңіз қызмет ететін мекемеден бастайық. Конституциялық сот адам құқықтары мен бостандықтарын таразыға тартатын орган. Яғни ата заң ережелерінің мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етеді. Бірақ Конституциялық сот құрылған 2 жылда негізгі қызметін қоғам түсіне алды ма, әлі де жете түсінбей жүгінетіндердің қатары көп пе? Жалпы Конституциялық сот және Конституция ол қатар жүретін ұғымдар. Конституцияның талаптары қағаз жүзінде қалып қалмай өмірге енуін қамтамасыз ету үшін осы 19 ғасырдың басынан бастап арнайы осындай мемлекеттік органдар құрылды. Оларды конституциялық бақылау органдары деп атайды. Олардың моделіне, атауына, басқаша ерекшеліктеріне қарамастан, олардың алдына қойылатын мақсат біреу, ол ата заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Бұл үшін заңнамада тиісті құралдар қарастырылған. Жалпы Қазақстанға конституциялық бақылау институты тәуелсіздікпен келген жаңалықтардың бірі. Бізде сонау 92-95 жылдары алғашқы конституциялық сот жұмыс істеді. Оғанда азаматтар шағымдана алды. О жерде де бірнеше жылдық бізде тәжірибе бар. Одан кейін қолданыстағы конституцияны қабылдау кезінде конституциялық кеңес құрылды. Оның да заңдарға баға берген 140-тан астам шешімдері бар. Олардың бірсыпырасы әлі күнге дейін қолданыста. Енді міне қоғам мен мемлекеттің одан әрі дамуының келесі бір сатысына шықтық.
Жалпы біз конституцияны алып қарасақ, ол тарихи абсолютті монархияның мүмкіндіктерін, шексіз өкілеттіктерін белгілі бір шектеу қойып, қоғамда, мемлекетте бар мүдделердің тепе-теңдігін, сондай бір оңтайлы тепе-теңдігін қамтамасыз ету үшін құрал ретінде адамзаттың ойлап тапқан жаңалықтарының бірі. Сондықтан конституциялық сотты да осы билік тармақтарының бөлінуі, олардың арасындағы тепе-теңдік, тежемелік тетігінің белгілі бір құрамдас бөлігі деп қараған жөн. Конституциялық сот 23 жылғы 1 қаңтардан бастап өзінің қызметін бастады. Бұл жердегі ең үлкен жаңалық ол азаматтарға бұл органға тікелей жүгіну құқығын беру. Бұндай құқық сонымен қатар бас прокурорға және адам құқықтары жөніндегі уәкілге берілді. Сонымен қазіргі таңда конституциялық сотқа 9 субъект жүгіне алады. Жалпы біздің қазір мемлекетте азаматтар шағымдана алмайтын мемлекеттік шешімдер жоқ деп айтуға болады. Біздің құқық қорғау жүйесі кезең-кезеңімен жетілдіріп, толықтырылып келді. Ол бір логикалық өзінің заңдылықтары бар. Мысал үшін 21 жылы бізде әкімшілік соттар деген енгізілді. Қазір кез келген министрдің, әкімнің басқа да шешімдерін әкімшілік сотқа жүгініп, заңсыз болса күшін жоюға болады. Сол 23 жылға дейін азаматтар тек бір нәрсені даулай алмады. Олар заңды. Заңды даулау тетігі конституциялық кеңеске тікелей емес, жанама деп айтуға болады. Олар сотқа қатысу кезінде судьядан, егерде бір заң қолданылғалы жатқан өздерінің құқықтары мен міндеттерін нұқсан келтіреді деп тапса, судьяның алдында сондай өтініш білдірді. Судья олармен келіссе, конституциялық кеңеске жүгінді, келіспесе жүгінбеді. Осылайша біз бұл құралды халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының белгілі бір бөлігі ретінде қарастырамыз. Өйткені жаңағы өтініш беру арқылы адам құқықтарына нұқсан келтіретін заңдар ол күшін жояды. Олардың негізінде қабылданған сот, әкімдіктер, басқа да мемлекеттік органдардың шешімдерін қайта қарауға мүмкіншілік бар. Өйткені кей кездерде біз айтамыз құқық үстемдігі, заң үстемдігі деп. Әрине, азаматтар, басқа мемлекеттік органдар заңға бағыну керек, егер ол заң әділетті болса. Осы жерде Бақытмарат нақтылайықшы, жалпы жеке азаматтардың арыз шағымдарын қарау көптеген конституциялық сотта жоқ. Біз неліктен бұған ерекше мән бердік? Бұл қоғамның құқықтық сауаттылық деңгейіне байланысты ма, әлде бір басқа да себеп бар ма? Жалпы әлемдік тәжірибеде бұл заңдардың конституциялығын азаматтық қоғам өкілдерінің өтініштері бойынша тексерудің бірнеше модельдері бар. Жаңа мен біреуін айтып өттім. Мысал үшін Францияда біздің демократиялық құқықтық мемлекет ретінде есептелетін, онда азаматтардың тікелей жүгіну құқығы әлі күнге дейін жоқ. Өйткені оларда әлі күнге дейін конституциялық кеңеске азаматтар соттар арқылы жетеді. Нақты бір сот процесінде судьялардан сұрайды. Судьялар арғарадай қажет деп тапса өтінішті жіберіп, тексеріп жатады. Ал бізде жаңағы конституциялық бақылауға қол жетімділікті барынша кеңейтті. Жалпы әлемнің 70-тен астам елдерінде конституциялық соттар жұмыс істейді. Жаңағы біздің Еуропа кеңесі, басқа да халықаралық ұйымдар қалыптастырған стандарттарға сәйкес азаматтардың жаңағы конституциялық бақылау органдарына тікелей жүгінуге құқығын беру, ол жалпы танылған халықаралық стандарт ретінде қарастыруға болады. Сондықтан бұл стандартты мемлекет басшысы енгізді 2023 жылдан бастап. Біз қазір оның нәтижесін көріп отырмыз. Мен салыстырмалы түрде айта кетейін. Жаңағы 26 жыл жұмыс істеген конституциялық кеңеске 78 сот өтініші келіп түсті. Оның ішінде бір бөлігі жаңағы азаматтардың сұрауы бойынша жасалды. Ал бір бөлігі судьялардың өз бастамасымен келді.
Ал енді міне қазіргі 2,5 жылдың ішінде азаматтар тікелей құқығын алғаннан кейін 11,500 өтініш қазіргі уақытқа дейін келіп түсті. Оны салыстыра қарастыруға болады. Біз кейде келіп түскен өтініштерден көріп отырамыз. Кей кездерде олар жаңағы заңның конституцияға сәйкестігін сұрауды жалпы юрисдикциялы сотта істері қаралған кезде де сұраған. Бірақ кейбір судьялар конституциялық сотқа жүгінуден бас тартқан. Ал енді жаңағы сот инстанциясынан өткеннен кейін азамат конституциялық сотқа өздері жүгініп жатыр. Бұрын ондай мүмкіндік жоқ болатын. Осы жерде тарқатып айта кетсек болады, басқа елдерде жаңағы конституциялық сотқа азаматтар барлық сот салаларынан, сот инстанцияларынан өткеннен кейін ғана барып жүгіне алады. Ал біздің конституциялық сотқа қандай да бір сот шешімі күшіне енсе, сот жеткілікті. Сосын дау императивті жағдайда немесе басқаша көзделуі мүмкін болмайтын нормаларға қатысты арыздан алады. Осының ара жігін ашып берсеңіз. Жалпы жаңағы әлемдік тәжірибеде қалыптасқан тәртіпке сәйкес, шынында да азаматтар конституциялық сотқа басқа өздерінің құқықтарын қорғау құралдарын пайдаланып болғаннан кейін қана жүгіне алады. Бұл жерде үлкен бір мән жатыр. Конституциялық сот пен жай соттарды салыстыруға болмайды. Бізде әлі күнге дейін қоғам арасында сондай бір шатастыру бар. Конституциялық сотты көп азаматтар соңғы сот инстанциясы ретінде таниды. Өйткені бұл екі органның шешетін мәселелері екі бөлік. Мысал үшін конституциялық сот ол белгілі бір дау бар, әлгі дауды реттейтін заңдар бар. Сол заңдарды қолданып судья істі шешеді, шешім шығарады. Ол істі шешу үшін белгілі бір мән жайларды зерттейді. Адам кінәлі ме, кінәсіз бе? Оған 5 жыл бере ме, 3 жыл бере ме? Қандай түзету мекемесінің түрін береді? Оның бәрі жай сотта шешілетін мәселелер. Ал конституциялық соттың беретін бағасы ол заңның өзіне, істің мән жайларына емес, ол нақты адамның ісін қарамайды, ешкімді соттамайды, ешкімді кінәлі кінәсіз деп таппайды. Бұл жерде азаматтың дауы заңның өзіне айталуы керек. Мысалы үшін мен сіздерге бір мысал келтіре кетейін, түсінікті болу үшін. Бізге бір әке шағымданды. Оның өтініші бойынша ол 3 жыл бойы бала күткен. Керісінше жұбайы жұмыс істеген, анасы, әкесі үйде 3 жыл жаңағы бала күтімімен отырған. Қазіргі кезде еңбек кодексі бала күтіміне байланысты 3 жылға дейін демалысты тек қана анасына емес, әкесіне де беруге болады. Жаңа жұмыс беруші оны беруге міндетті де. Бізде ата заңда айтылады, мемлекет некені отбасын қорғайды дейді. Сосын туындаған қарым-қатынастар енді жаңағы азамат зейнеткерлікке шықпақшы болған кезде, жаңа үйде отырған 3 жыл мерзімін оның еңбек өтіліне есептемеген. Оны есептемейтіні туралы біздің әлеуметтік кодексте жазылған. Ол азамат алып зейнетақы беру органдарын сотқа берген. Енді сот егер кодекстің өзінде солай жазылып тұрса, ол не істейді оған? Шешімдер қабылдаған, ол шешімдерге оның көңілі толмайды, ақырында конституциялық сотқа шағымданды. Конституциялық сот оның берген наразылығын қанағаттандырды. Ол әділетсіз, өйткені бізде ана мен әкенің құқығы тең. Олар отбасында бірігіп шешеді, баланы қалай тәрбиелейді, кім жұмыс істейді, кім үйде отырады. Жаңағы әкесі, мысалы үшін сол жағдайда жайдан жай үйде отырған жоқ, өйткені олардың балалары мүгедектігі бар тұлға. Оған физикалық күш керек бір жағынан, көтеретін тағы. Сондықтан әкесі үйде отырған. Енді ондай азаматтың жаңағы уақытын еңбек өтіліне есептемеу, тиісінше оның зейнетақы мөлшерінің аз болуы қаншалықты әділетті. Ол ата заңға сол жері қайшы деп танылып, конституциялық сот жаңағы әлеуметтік кодекске тиісті түсіндірме берді. Бұл жерде ана емес, ата-ана деп түсіну керек. Яғни, ол уақыттың анасының ба, әкесінің ба ескерілуі тиіс деді. Содан кейін қазір бүкіл құқық қолдану практикасы өзгерді. Қазір сондай жағдайда жүрген әкелер, мысалы үшін, еңбек өтіліне жаңағы
3 жылдық па уақыты ескерілетін болды. Жалпы енді нені қорғағымыз келеді, нені паш етіп, қандай елде өмір сүргіміз келеді, Конституцияда жазылуы тиіс. Осы ретте жалпы халықтық референдум өткізу арқылы жаңа құжатты жасап шықтық. Ата заң қолданыста. Халық қалай қабылдады және халықаралық сарапшылар қалай бағалады? Жалпы референдум бізде осы Конституция қабылданғаннан бері елімізде 4 конституциялық реформа жүргізілді. Олардың әрқайсысы біздің қоғам мен мемлекеттің дамуын жаңа бір сатыға көтерді. Ол үшін ішкі сыртқы бір жағдайлар пісіп жетілуі керек. Соның бәрін ескере отырып, мемлекет басшысы 2022 жылы 4-ші конституциялық реформаға бастама жасады. Оны білесіздер, ол реформа халықпен келісе отырып жүзеге асырылды, өйткені референдум арқылы жүзеге асты. Референдумда азаматтардың басым көпшілігі ода болатын өзгерістерді қолдап дауыс берді. Ол өзгерістерді алып қарайтын болсақ, ол біздің мемлекеттің демократия үрдісіндегі жаңа бір тың шараларға әкелді. Олардың нәтижесінде мемлекеттік басқару жүйесі өзгерді, парламенттің рөлі күшейді, үкіметтің өкілеттіктері кеңейіп, жауапкершілігі артты. Жаңағы адам құқықтарын қорғау саласында үлкен өзгерістер болды. Мысал үшін өлім жазасының күшін толығымен жою. Әрине, өлім жазасын жою, мысал үшін, ол да бір халықаралық стандарт деп айтуға болады. Бізде Біріккен ұлттар ұйымының болсын, басқа да беделді халықаралық ұйымдардың аясында бұл мәселенің төңірегінде қабылданған шешімдер көп. Сондықтан ол жүзеге асырылды. Конституциялық сотты мен жаңа айтып өттім, ол да бір халықаралық стандарт деп айтуға болады. Нәтижесінде азаматтар тікелей қазір жүгініп жатыр. Бізге қазір келіп түсіп жатқан өтініштердің 99% азаматтарында деп айтамыз. Осы уақытта, мысал үшін, азаматтардың өтініштері бойынша 73 нормативтік қаулы қабылданды, 400-ден астам қаулы қабылданды. Осы шешімдерді орындау мақсатында парламент 15 заң қабылдады. Сол 15 заңның аясында және кемшілігі анықталған адам құқықтарына нұқсан келтіретін баптар, нормалардың күші жойылды немесе түзетілді. Қазір парламенттің қарауында біздің 30 шешімді орындауға бағытталған 8 заң жобасы бар. Олар да міне осы күзде жаңа сессия ашылады. Сол кезде олар бойынша жұмыс жалғасатын болады. Жалпы Конституциялық соттың осы біздің құқық саласында пайда болуы, мына заң шығарушы органдардың, құқық қолдану органдардың жұмысына оң әсерін тигізді. Өйткені олар кез келген заң жобасын, басқа да шешімдерін дайындау кезінде, осы азамат кейін Конституциялық сотқа барадау. Сол кезде Конституциялық сот бұл мәселеге қандай баға береді деп ойлайсыз деген көкірегінде отыратын болды. Сондықтан бұл бағытта жасалатын құқықтық сараптама болсын, заң жобаларының сапасына өте үлкен әсер етіп жатыр. Бұл біздің азаматтық қоғам мен жаңағы мемлекеттік аппараттың бірлесе қолданыстағы құқықтың сапасын арттыруға үлкен әсерін тигізіп жатыр, ол ақиқат. Енді сіз менің осы ата заң өзгергелі азаматтық қоғамның дамуына қаншалықты әсер ете алды дегенге жауап та берген сияқтысыз. Қосарыңыз бар ма? Әлде тағы қандай жұмыстар атқарылуы керек алдыда? Жалпы біз мына еліміздің конституциялық мәдениеті жылдан жылға артып келе жатыр. Оны біз қазір Конституцияға келіп, сотқа келген өтініштердің сапасынан да көреміз. Адамдар өзінің құқықтарын заңдық, құқықтық жолмен қорғауға ниетті. Олар оны түсініп жатыр. Сондықтан пайдалануға тырысады. Қазір елімізде білесіз, мемлекет басшысы заң және тәртіп қағидасын жүргізіп жатыр. Бұл жерде мен азаматтармен тілдескенде, олар көбінесе бұл қағидаттың
мәніне дегенде заңның талаптарының азаматтарға қатысты біркелкі орындалуы, адамдардың заң алдындағы теңдігі, мемлекеттік органдардың шешімдерінің әділеттілігі, осы талаптар және қажет болған жағдайда жауаптылықтың болмай қалмауы. Біз айтамыз, неотвратимость ответственность. Сондықтан бұл талаптар қатаң сақталған кезде азаматтар жәнегі заңға мойын сұнуға дайын. Біз бұл стратегияны одан ары жалғасын табады деп ойлаймыз. Менің ойымша, бұл заң мен тәртіп қағидасының негізін құрайтын ол тағы да ата заң. Өйткені ата заңда әркімнің конституция мен қолданыстағы заңнаманы басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауына міндетті дейді. Сондықтан бізде жеке тұлға тек қана құқықтарға емес, міндеттерге ие екенін де біз ұмытпауымыз керек. Елімізде жүргізіліп жатқан мына таза Қазақстан, басқа да акциялар, олар жаңағы азаматтардың конституциялық құқықтарын өз ешқандай мәжбүрлеусіз, өз еркімен түсініп, соны орындауға ниетті екенін көрсетіп жатыр. Ондай азаматтардың қатары артып керек. Жалпы, мен ойлаймын, осындай қоғамның құқықтық мәдениетінің артуы, еліміздің осы құқықтық мемлекет ретінде орнығуының бірден бір алғы шарты. Бақыт Маратұлы, студиямызға арнайы келіп, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. 22 жылдан бері бір салада қызмет етіп келесіз. Еңбегіңіз нәтижелі болсын деп тілеймін. Конституция күні құтты болсын. Ең бастысы әділетті, қуатты, қауіпсіз, таза Қазақстанды құруда жұмысымыз жалғаса берсін. Сіздерге де көп рахмет. Мүмкіншілікті пайдалана отырып, Қазақстан азаматтарын ата заңның 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарына зор денсаулық, барлық отбасында береке, істеген істеріне жетістік тілеймін. Рахмет. Ал біз жалғастырамыз. Өздеріңізге жақсы мәлім, осыдан 3 жыл бұрын бүкіл қазақстандық референдум арқылы ата заңға өзгеріс енді. Ең әуелгісі енді жердің иесі де, киесі де халық. Бұрын мемлекет меншігіндегі дүниелер референдумнан кейін халыққа тиесілі болып өзгертілді. Яғни байтақ даламыздағы қазба байлықтар, су мен ну, жан-жануардың барлығы ел игілігі екені нақтыланды. Әр мемлекеттің темір қазығы, конституция, ата заң аталған жарық жұлдыздай бағдарды айқындау үшін жазылады. Осыдан 3 жыл бұрын саяси құқықтық басты құжаттың 3-тен 1 бөлігі қайта жаңартылды. 33 бапқа 56 түзету енгізілді. Жердің иесі де, киесі де халық. Демек, қазба байлығы, суы мен нуы және жануарлары ел игілігі үшін. Ал бұған дейін мемлекет меншігі саналған. Енді мемлекет халық атынан реттеуші рөлге ғана ие. Адам құқығы да ата заңда айрықша айшықталды. Өлім жазасы конституциядан өшірілді. Өйткені өлім жазасына кесу, кісі өлтіруді заңды түрде санкциялау деген сөз. Бұрынғы ескі конституцияларда мысалы алдымен мемлекет айтылатын, одан кейін барып қоғам айтылады, адам айтылады. Бұл конституцияда адамның құқығы бірінші орында тұр. Сондықтан да көптеген шетелдік сарапшылар біздің конституцияны кейінгі Совет өкіметі бұрынғы мемлекеттердің арасындағы ең алдағы конституция деп санайды. Президент жалдамалы менеджер. Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы сөзі конституцияда іс жүзінде қабысты. Супер президенттік басқарудан бас тартты. Өкілеттігі қысқарды. Ешқандай партияға мүше емес. Мемлекет басшысының лауазымы жақын туыстарына артықшылық бермейді. Олар мемлекеттік орган, ұлттық компанияда басшы қызметін атқармайды. Облыс және республикалық маңыздағы қалалар әкімдерін өз бетінше тағайындамайды. Мәслихатқа кемі 2 үміткер ұсынуға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ Конституциялық сот, ұлттық банк, жоғары сот кеңесі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағаларымен бас прокурордық тікелей бекітпейді. Сенаттың келісімі керек, айтпақшы. Осы аталған орган қызметкерлері саяси партияларға мүшелікке өтпейді. Осы конституцияда көрсетілген құқықтарымыз басқа қабылданатын заңдарда бекітілген болу керек. Одан кейін ол заңдарда бекітілген нормалардың іске асырылуы және үкіметтің шығарып жарған әр түрлі нормативтік құқықтық актілер бар ғой. Соның ішінде көрініс тапқан болу керек, механизм нақтыланып жазылған болу керек. Конституция біздің жақсы өмір сүруімізге
кепіл беру керек. Сала білгірлері Қазақстанның конституциясы жаһандағы жалпы адамзаттық құндылықтарды дәріптейтініне кәміл сенімді. Мейірлан Алтынбек, Нысаналы Ығыл, Самат Қазанбаев, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Биыл конституцияның қабылданғанына 30 жыл. Бұл саяси, әлеуметтік, құқықтық жүйенің тірегі саналатын маңызды тарихи құжат. Сонысымен құнды. Ал конституциялық сот мемлекет басшысы айтқандай әділетті Қазақстанның айнасына айналуы тиіс. Осымен тәмам. Келесі жұма сағат 21:30-да 24 KZ арнасында жүздескенше.